Біз қазір осы мак карталармен жұмыс жасайтын боламыз, терапияның нәтижесін алатындай разбор болады деп ниет етіп отырмыз, иншаллах. Индира ханым, қош келдіңіз. Қазір сіздің запросыңыз бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Сіз запросыңызды атап өтсеңіз. Шынайы құлшылық жасап жүрмін бе? Шынайы құлшылық жасап жүрмін ба? Шынайымын ба, 200 емеспін ба Алланың алдында? Аллаға мен қандай мақсатпен құлшылық жасап жүрмін деген сияқты, тек Алланың разылығы үшін ба, дүние үшін ба деген сияқты. Мені байқадыңыздар ма, адамдарда запростар өте әртүрлі болады. Бұл Индира ханымда қазір соңғы кезде мазалап жүрген сұрағы, мен қаншалықты толыққанды құлшылық жасап жатырмын. Өзінің ішкі күйі соны мазасызданып тұр. Өзінің құлшылығына деген күмәндары болып тұр. Біз психологиялық тұрғыдан қазір несін жауабын шығаруға тырысамыз. Қазіргі сәтіңізге сәйкес келетін үйлерді таңдаңыз, карточканың біреуін. Осы сізді қазіргі сәтіңізге, суретті таңдап отыр. Қазіргі ішкі күйім дейді. Хорошо. Сіздің ішкі күйіңіз осы суретке қарап тұрып, өзіңіз сипаттай беріңіз енді. Өзімді сипаттау керек па, осы суретке қарап, еркін, ашық, ұялмайды еш нәрседен, біреу не дейді деген ой жоқ. Қандай, мысалы, мына жерде әртүрлі ғой, мына жерде қыздың қолға бар түрлі еш нәрсеге қарамайды. Өзіне қалай ұнап тұр, дәл солай киінеді, мен ол пары келсін, мына цветпен мына цвет үйлеседі деген сияқты ондай жоқ та. Еркін күліп тұр ғой енді бұл қыз. Енді бұл қызға не жетпей тұр қазір? Сол сурет таңдасаңыз болады. Жетпей тұрған затқа байланысты. Өмірсен шығатырым меніңше. Жылулық. Соған қарай таңдаймын, сурет таңдаймын. Екінші таңдалған карта, яғни мына бірінші суретте біз өз қазіргі күйіміз, жаңағыдай еркін, өзінің ойын ашық айта алатын, ал бізге не жетпей жатыр қазіргі күйімізге дегенде жылулық деді, и осы карточканы айтып таңдады. Осыған сипаттап өтсеңіз, сипаттама беріп. Бұл жерде әкесі қызын қуантып тұр. Қазір күйеуім сәл алыс жаққа жұмыспен кетіп келіп жүрді, мүмкін соны ойлап жүрген шығармын, қызыма внимание ойлап жүрген шығармын суретте. И күйеуім маған беріп қойды да ақшаларын ше. Бірақ кейде тек андай майда нелерді әкеледі ғой, енді подаркаларын алып келеді ғой, былай жолдан жейтін қалған нәрселерімді алып келеді. Бірақ маған андай тосыннан сый жасаса деген сияқты не шығар мына жерде суретте. Сіз тосын сый қалаған, өзіңіз сұрап емес. Иә, өзім сұрап емес. Бірақ ол ақшасын бәрін сізге беріп қойып жатыр, иә? Енді осы тосын сыйды жасаған қалайтыныңызды ол біледі ма, айттыңыз ба? Жоқ, айтпадым. Просто күтіп жүрсе. Іштей ойлағаным шығармын, былай қатты күтіп те жүрген жоқпын, іштей просто ойлап қойғаным. Хорошо. Сіз айтсаңыз қандай жаман зат болады деп ойлайсыз? Просто маған осындай тосын сый жасашы. Тосын сый жасасаң мен қуанып қалар едім деген сияқты па? Не кедергі? Осы кедергі дегенге карта таңдасаңыз. Сенде ғой ақша бәрібір деп айтатын сияқты болып тұр ғой. Карта таңдайық. Карта ма? Олай айтсаңыз, қандай жаман нәрсе болуы мүмкін? Суреттің мағынасын ойлап кетпей қойыңыз, образына сәйкес болса болады. Иә, мен сондай етіп ойлап кетіп отырмын да, суретке қарапшы. Мына картаны айтты, қазір бізге осы картаны сипаттап беретін болады. Осы картаға қараған кезде қандай не айтқыңыз келеді? Сіздің өміріңізде күйеуіңізге ашық қалауыңызды айттыңыз, қандай жаман нәрсе болуы мүмкін? Лучше бермей қояйын саған, өзімде тұра берсін ақша дейтін шығар ол.
өзім алып жүрейін деп мүмкін содан шығар мүмкін маған қайтадан мысалы бермей қояды деген сияқты қорқыныш шығар мүмкін ақшасын. Мен саған тосын сый жасасам, ол тосын сый жасап жүрсе, ол ақшасын толық барлығын бермей қоюы мүмкін. Иә. Ол енді Қатты емес, бірақ үнемі тосын сый жасай бермейді ғой. Арасында жасайды, қалған кезде ақшасын беріп тұрады, ондай ой келмей ме? Или бермей қоюы мүмкін деген ой келе ме? қатты прям бермей қояды деген не емес, бірақ мүмкін деген сияқты да. Мүмкін сондай болады деген сияқты да. Ойыма қазір андай не келмей тұр. Ол тосын сый жасады, одан кейін ол ақшаны бермей жатыр, одан кейін не болады, қандай жаманшылық болады деп ойлайсыз? Суретке көзім түсіп тұр, бірақ білмеймін бұдан не ойлайтынымды. Карточканы таңдады. Айта беріңіз. Мүмкін саған еш нәрсе жақпайды деп не қылатын шығар. Негізі темекіге несі бар да енді, тәуелділігі ше. Соны одан бетер мүмкін көбейіп жіберер деген сияқты ой шығар. Енді Индира, сіз өзіңізге сондай тосын сыйлар жасай аласыз ба? Өзіңіз қалап жүрген қалауыңызды өзіңіз? Өзіме кенеттен алу ма ол? Жоқ, өзің қалап жүрсің бір затты, сөйтесің да кәдімгі пландап, осы айда мен осынша ақшаның шетінен алып, сол затымды алам деп. Жасай аламын. Солай жасап жүрсеңіз, өзіңізге көңіліңіз тола ма, например? Кейде өзімді кінәлап болады. Кінәлау? Бекер алдым ау соны деген сияқты ше, мысалы алып аламын да кейде өзімше. Кейін соны мүмкін бекер алдым ба деген сияқты болып қалады да өзімде ше. Беріңізші карточкаларыңызды. Енді қараңыздар, құрметтілерім, бірінші бізде запрос қандай болды? Құлшылығым толыққанды ма, толыққанды емес па болды. Бірақ ол ақыл күйіндегі оның сұрағы болғанмен, оның ішкі күйіндегі запрос мүлде басқаша. Қараңыздар, қаншалықты біз бір сұрақпен келеді клиенттер, бірақ карточка таңдау барысында шынайы ішіндегі қалауы шығып кетеді. Оның өзінің қазіргі состояниесі ұнап тұр, еркіндігі, жаңағыдай ойын ашық айта алатындығы, бірақ тосын сый күтетіндігі шығып тұр. Тосын сыйды күтетіндігі шығып тұр. Ол тосын сыйды күйеуіне просто маған алып берші, осы затты кенеттен сыйлық алып беріп жүрші арасында деп айтса, ол ақша үйге толыққанды бермей қою мүмкін деген жауап шықты. Оның ол қорқынышы, установкасы, яғни маған ақша бермей қояды мен бұл сөзді айтсам деп ойлап тұр. Одан кейін оның маған ашуланып, сөзге келіп, әуестігі оянып, қазіргі жүрген күйінен бұрынғы әуестігіне ауысып кетуі мүмкін деген қорқыныштар бар. Мін осы карточка біздің установкамызды ашып беріп отыр. Енді бізде негізгі мынау зат қой біздің қалауымыз, біточкамыз осы. Біточкаға қалай келеміз, Индира ханым? Көрдіңіз бе, сіздің басында сұрағыңыз қандай болды? Мүлде басқа зат шығып жатыр. Мен үндемей отырдым специально, потому что сіздің негізгі ішіңізде қалау шығады. Бұл сол мак-карта деп. Запросыңызға байланысты емес бұл заттың барлығы мүлде. Енді біз мынаны не істейміз біз? Мақсат қыламыз, миымызды сендіреміз. Бұл зат болып жатса да, күйеуіңіз ақша беріп тұрады, бермей қоймайды. Ол мынау зат болса да, әуестігіне неғып кетпейді. Ол ақымақ емес, ересек адам, ол ақылмен ойлана алады. Оған бірінші не істеу керек? Өзіңіз сенуіңіз керек. Сіздің миыңыз сену керек сол кезде. Маған тосын сый жасап, күніге болмасанда анда-санда сыйлық әперсе де, ол ақшасын уақытылы маған жіберіп тұрады. Бұл кісінің жолдасы ұзақта жұмыс істейді, ақшасын уақытылы жіберіп тұрады, ешқандай әуестікке бармайды. Қазіргі өмірімізді сүре береміз, менің күйім осы болады, бірақ арасында ол маған не істейді? Сыйлықтарын беріп тұрады, вниманиясын бөліп тұрады. Міне сіздің біточкаңыз, осыны енді қалай жалғастырамыз. Мақсат жазу техникасында мен айтып өткем, қалай жазамыз, қалай не істейміз. Тура сол тізбек бойынша жұмыс жасаймыз. Адам өміріңізге не заттың келгенін қалайсыз, бірінші очередь өзіңіз сенуіңіз керек сол затқа. Сіз сенбесеңіз, оны кім жасап береді? Өзіңнің
өзіңнің өміріңе керек келетін затты өзің сенбей тұрсың да, ол мүмкіндікті де көрмейсің, қой деп қорқыныш мына жақтан басып кете береді. Қорқыныш басылу үшін бірінші тоже миды сендіру керек. Ондай қорқыныш болмайды деген сияқты. Ішкі диалогты реттеу керек. Индира, сен ішкі күйің Астанада, жаның Алматыда, тәнің Шымкентте жүр ғой. Шынымен бүгін не болып тұр бүгін неден келдім да жаңа деше сылтау айтпаймыз деп. Маған вообще ешқандай сылтау етпейді. состояниемді реттей алмай жатырмын жаңа. Бұл бір күнгі зат емес бұл. Бір күндік нәрсе емес бұл. Бір күндік шатасуға бола қазір. Бұндай құлшылық туралы сұрақ қойып, ішкі күйді айтып кетпейді адам негізі. Просто ондай нәрселер жүрмейтін болып қалған маған. Мен өзім сылтау көп айтқанмда кезінде. Содан кейін білемін мен деп. Міне құрметтілерім, дәл осылай біз басқа запроспен келіп, ішіміздегі түп санамыздағы негізгі қажеттілігіміз анықталып жатады. Өте қарапайым форматта, жеңіл, осындай суреттерге қарап отырып, өзіміз білмеген, түп санамызда жасырылып тұрған жауаптарымыз шығып жатады. Мен төменге WhatsApp ссылкамды қалдырдым. Офлайнда, онлайнда, жеке де, топтықта біз мак карта разборын жүргіземіз. Мен сіздерді күтемін.